Сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі влогта Кореядағы жұмыс күнімді түсіремін. Таңым әдетте 7-де басталады. Бұл видеода мен ұйқым қанбаған, ұйқым келіп, әрең тұрмын. Сонда да Get Ready With Me түсіріп, сіздерге көрсетіп жүрмін. Жалпы жұмыс уақытым 7:30-дан кешкі 5:30-ға дейін, қосымша жұмыс болса 9-ға дейін жалғасады, ал үйге мен 9:30-да келемін. Мама қараның шапка киіп отырмын. Кореяда жұмыс істейтін шетел азаматтары ең алдымен офисқа барады, офистен ары қарай жұмысқа развозка жасайды. Кей жағдайда менің бұрынғы жұмыс істеген жерімде үйден келіп алып кететін. Бірақ офис қатты алыс емес. Сағат 7-ден 40 кетті. Мен жұмысқа бара жатырмын. Завтрак ішкен жоқпын. Қазір жолда магазинге кіріп, жейтін бір нәрселер аламын. Ұйқым қанған жоқ, қатты ұйқым келіп тұр. Кореяда өстіп жұмыртқаларды пісіріп қояды. Завтракқа олар көбіне жұмыртқа жейді. Магазинде мен жейтін заттардың бәрі бітіп қапты. Кимпап, алайын деген маған ұнайтын тағы 1-2 булочки болатын, солардың ешқайсысы жоқ. Таң атып келе жатыр. Жұмыстың алдында осындай қара Старекс күтіп тұрады. Осы машинамен біз жұмысқа барамыз. Жұмысыма келдім. Сіздерге көрсетейін, ішінде не бар, қандай жерде жұмыс істейтінімді. Кәрістердің культурасындағы ең қатты маған ұнаған және қазақтарға да осы нәрсені алу керек деп ойлаймын. Ол кісілер жұмысқа кіретін кезде аяқ киімді ауыстырады. Сыртта киген аяқ киімді ауыстырып, ішке жеңіл, ыңғайлы, жүруге ыңғайлы аяқ киімді киіп алады. Мектепте, студенттер универде аяқ киім ауыстырамыз. Себебі даладан киген аяқ киіміміз біздің кір болуы мүмкін, біз лас жерді басып келуіміз мүмкін. Ол бірінші ма, екінші факт, жұмыста мысалға біз кейде 12 сағат жұмыс істейміз, кейде одан да көп. Сол кезде біздің аяғымыз кроссовкалардан или әйелдер каблук киіп келсе, бір ыңғайсыз аяқ киім киіп келетін болса, ол қиын болады. Және осындай бір ыңғайлы аяқ киім киіп алған үшін жұмыс істеу процесте сәл жеңілдейді. Мен маска заводта істейтін болғандықтан бұл жақта тазалық шаралары өте жақсы сақталған. Сол үшін барлық жерде киімдерді ауыстырып жүру керек. Өстіп аяқ киім шешіп, өзі ыңғайлы тапочки киіп алып, жұмысқа кірісемін. Сағат 8-ден 5 кетті. Менің жұмысым сағат 8:30-да басталады. Пока жұмыс бастағанша демалыс орнында отыра тұрамын. Демалыс бөлмемізге обзор жасайын. Мына жерде осындай белге жаттығу жасайтын тренажеркалар бар. Үлкен холодильнигіміз тұр. Мынада тоже тренажерка. Үлкен диван. Мына жерде обедтеге ұйықтауға болады. Бірақ енді бізге бұл орын босамайды обедте. Кресло, мына жерде столдар. Мына менің камбодиялық подругам. Муй! Аньон! Бұл Кореядағы ең атақты сүт, банановый сүт. Дорамалардан да көп көрген шығарсыздар. Өстіп таңғы ас ішемін. Камбодиялық подругамен сөйлесіп, жұмыстың жаңалықтарын айтамыз. Бір қызық факт. Ол кәрше дұрыс сөйлей алмайды. Мен кәрше дұрыс сөйлей алмаймын. Бізден жұмысқа ойнылар сұрайды ғой. Екен жақсы сөйлесесіңдер, почти что подругасыңдар, бір-бірлерін қалай түсінесіңдер деп. Постоянно сөйлесіп отырасыңдар деп күледі ғой. Сосын мен біз кәрше сөйлесеміз десем, вообще угорать етіп күліп отыр ғой.
арасында ағылшынша сөздер қосып бересің. Вот сөйтіп өмір сүріп жатырмыз. Мен обычно жұмыс күндері боянбаймын. Бірақ енді күні бойы бүгін видео түсіріп жүрсем, кішкене әдемі болып жүрейін деп косметикаларымды алып алдым. Қазір сәл түрімді ретке келтіріп алайын. Менде Laneige-дің кушоны. Кореяда қыздар румяна жаққанды қатты жақсы көреді. Мен де румяна жағуды үйреніп алдым. Осындай кушон румяна. Уже түрім өзгеріп кетті ма? Секунда болып қалды ма? Алдым. Енді чуть-чуть хайлайтер жағам. Тоже хайлайтер, кушон хайлайтер. Бұл жақта Кореяда бетін жылтырап прям космостан көрініп тұратындай жылтырап тұрса, жақсы көреді бәрі. Кореяда қыздар бетін жылтырлығына қатты көңіл бөледі. Кірпігімді сәл бояйын. Мемлекет көзқарасының өзгеруіне, түп санамның өзгеруіне өте көп үлесін қосады екен. Себебі мен Қазақстанда жүрген кезде қызыл цветті, қара цветті киімдерді қатты жақсы көретінмін. Жылтырақ, розовый дегенді көрсем мен құсқым келетін, қатты ұнатпайтынмын. Именно киімде, вообще макияжда жылтырлақ нәрсе, бетке, көзге тең жылтырлақ бәрін ұнатпайтынмын. Розовый цвет вообще ешқашан алмайтынмын розовый цветте. Кореяға келгелі бері осы 3,5 жылда менің ойым бәрі өзгеріп кетті. Қазір мен розовый цветте киімдерге, осындай ашық сары цветте киімдерге, жылтырлақ нәрселерге қатты қызығам. Қызық, бұрын айтатынмын, ни в коем случае никогда розовый цветте заттар алмаймын деп. Қазір розовыйға қызыға берем. Жеңіл кірпіктерімді бояп шықтым. Ешек жоқ? Уақыт болды, мен кетейін жұмысқа. Бай. Пойдем. Хессо? Мен пока әңгіме айтып отырғанда жұмыс уақыты басталып кетті. Соңында өстіп сәл ерніме бальзам жағам болды. Менің барлық макияжым осы. Мен жұмыс істейтін орным. Бұл жаққа келгенде де аяқ киім ауыстырамыз. Мына жерде менің есімім жазылып тұр. Бұл жақ раздевалка. Осында рубашка, ақ рубашка. Бұл киімдер үстіңе шаң жиналмасы үшін киіледі. Бізде даладан келген мусорды алып кірмес үшін осындай форма кигізеді. Даладан келген шаңды алып кірмес үшін. Ең алдымен жұмысқа келіп, аппаратымды қосамын. Аппаратты қосып алғаннан кейін экранның іске қосылуын сәл күтемін. Мына жерде хангук деп кәрше тілді таңдап қосып аламын. Мына жерде ауаны, желді іске қостым. Сөйтіп аппаратты қыздырамын. Осы аппарат менің жұмыстағы досым. Saat 10:31 болды. Менің кофе таймым. Мен осы аппаратта жұмыс жасаймын. Маска шығаратын. Осы аппараттың тоқтамай істеуіне, тоқтамай жұмыс жасауына, мына жерде маскалардың бірақ кетіп қалмауына қарап
қарап қадағалап отырамын. Осы аппараттар қосылып өшіріп, беріп жылжытып. Сағат 10-нан 30 минут кетті. Бізде 15 минут перерыв. Мен сіздерге Кореяға келгенде мен таңғалдырған бір нәрсені айтайын. Ол эко стакандар. Қағаздан жасалынған стакандар. Міне осылай тұрады ішінде. Бұны мына жерден алып кесесін. Өстіп ақырын алып кесіп аламыз. Өстіп кесіп аламыз. Сосын мына астыңғы қабатын алып тастап, осы стаканда мынандай бойлердің алдында осындай арнайы өзінің стакан қоятын ыдыс тұрады, подставка. Осы жерге эко стакандарымызды қоямыз. Мына жерден біреуін аламыз, соңынан бір штугін аламыз. Мен осындай. Сосын бұның ішін үрлейміз. Негіз менің случайымда қолмен істедім, олай істеуге болмайды. Кейде қолыңыз таза емес болып қалуы мүмкін. Бұны алып бір үрлейсіз, сосын өзі үлкейеді. Сөйтіп суды аламыз. Осындай стакандар, эко стакан. Ене бұл стаканмен су ішкен ыңғайлы деп айта алмаймын. Себебі мен күніне 1,5 литр су ішемін. Бұны мен ішіп, ол суды ішіп болғанша ұзақ уақыт кетеді. Өзімен мен бутылка алып жүремін. Бірақ сонда да сіздерге білмесеңіздер айтып қойын дегенім ғой. Үзілістен келіп іске кірісіп кеттік. Сіздер алдарыңызда көріп тұрсаңыздар, міне жерде бір маска тұрып қалды. Мен аппаратты өшіріп, осы масканы алып тастап, қайтадан аппарат жұмысқа қосуым керекпін. Егер масканы алмаған жағдайда аппарат тез бұзылады, бірақ маскалар көп шығып кетеді. Соған мен жауаптымын. Жалпы масканы алдарыңызда көріп тұрған пакеттерге салады аппарат. Сосын лайнмен осы ыстық темірге әкеп басады. Осы лайнна маскалар жабысып және дата қойылып шығады. Дата қойылған маскаларды 50-ден санап, бір адам қорапшаға салып жинап отырады. Маска салынған дайын болған қораптарды алып мен осылай бір терезеге жинаймын. Ар жағында ер адам алып, коробкаға салып, оны палетке жинайды. Енді ауыстырып обедке барамыз. Столовый келесі неде? Біздің столовый келесі зданияда. Обедке бара жатырмыз. Біздің заводта 2 ғана қазақ қыз бар. Қалғандардың бәрі Камбоджа, Таиланд, сосын кәрістер. Бүгін обедте жейтін ештеңе жоқ бізге. Бізде столовыйда в основном кәрістерге арналған тамақтар береді, шошқа, сондай тамақтар. Ал біз ондай жемейміз. Морепродукты көп береді. Ал мен не істеймін обедте? Мен өзім жеке істермен айналысамын. TikTokқа, YouTubeқа салатын видеоларымды осы обедкі үзілістерде редактировать етемін. Ұйықтап алуға да болады. Үзіліс болғанда общий 1 сағат беріледі обедке. 1 сағаттың примерно 15 минут тамақ ішуге кетеді. Дәретханаға барасын, сөйтіп уақыт өтеді 1 сағат. Тез өтіп кетеді негізі. Кәрістер болса, телефондарын алып алады да, өз бір бұрышқа кетіп қалады. Бәрі шынымен де біреу ұйықтайды, біреу үймен сөйлеседі, біреу отырып тәтті пәттілерін жейді, біреу кофе ішеді демекші. Біздің Қазақстандағыдай улап-шулап әңгімелесіп бір-бірінің жағдайын білу деген жоқ бұл кісілерде. Түскі астан кейін жұмыс істеу сәл қиындау болады. Мен әдетте ұйқым келеді көп. Енді сіздерге түсіндіріп айтайын. Алдарыңызда тұрған қорапта
маскалар осылай жиналып келеді. Мен оны алып әдемілеп осы арнайы ыдысқа салуым керекпін. Ыдысқа мен брак жоқ, ешқандай ақаусыз, таза, әдемі маскаларды салу керекпін. Осылай маскаларды салып, асықпай бәрін қарастырып, реттеп отырамын. 6 ыдысқа масканың бәрін әдемілеп салып болғаннан кейін аппаратта жүріп тұрған жаңағы тура сондай ыдыстарда маскалар таусылады. Сосын сол ыдыстарды асықпай осылай ауыстырамын. Сіздерге кәрістердің ұнайтын заңдарымен таныстырайын. Біз заводқа келген кезде барлық кәрістер бір сөздерді айтады. Бұл біріншіден пали-пали жұмыс істеңдер, яғни тез-тез жұмыс істеңдер дейді. Жалпы Кореяда өмір негізі тез-тез өтеді. Бәрі тамақ жеу, өмір сүру, барлығы тез-тез. Екінші, мальхаджима дейді. Бұл көп сөйлемеңдер, сөйлегенді ұнатпайды, ал біздің қазақтар сөйлеген жақсы көреді. Сол үшін бізге осы көп сөйлеме деген ескертуді көп айтады. Сосын хендпон хаджима, икон хаджима деп айтады. Ол телефон ұстамаңдар, наушник тақпаңдар дейді. Бірақ біздің жұмыста біздің бастықпен келіскенбіз. Ол кісі маған рұқсат берді телефон ұстауға және наушник тағуға. Әдетте мен осы кезде аудио кітаптар, аудио подкасттар тыңдап уақытымды өткіземін. Аппаратты өшірдім, себебі маска салатын пакеттер таусылған екен. Енді жаңа коробкада тұратын қыз екеуміз бірге осы маскалардың пакетін әдемілеп, сілкіп, араларын ашып саламыз. Себебі аппарат пакетті алған кезде пакеттер бір-біріне жабысып қалса, бірақ маскалар және бірақ пакеттер көп шығып кетеді. Сол себепті аппарат бұзылып қалуы мүмкін. Ал егер аппарат бұзылып қалса, мен мастерді барып шақырып келсем болады. Қорықпаңыздар, мен әлі мастер болған жоқпын. Осылай таң атқаннан кеш батқанға дейін жалғастырып жұмыс істей беремін. Менде қазір 15 минуттық үзіліс, бірақ мен жұмыс орнына кіріп, сіздерге аппарат бұзылып қалған жағдайда қолмен масканы қалай салатындығымызды көрсету үшін видео түсіруге кірдім. Алдарыңызда көріп отырған 3-1 масканы аппаратпен істеу өте қиын. Аппаратпен упаковка жасалған кезде, бірақ маскалар өте көп шығады. Сондықтан біз көбіне бұл маскаларды қолмен саламыз. Алдарыңызда көріп отырғандай, осындай пакетке тез-тез саламыз, және сол уақытта масканы брак па емес па сонда қарап отырамыз. Кейіннен дайын болған маскаларды алып, арнайы аппаратпен аузын күйдіріп бекітеміз. Оған дата қойылып шыққан масканы 50 данадан жинап, қорапқа саламыз. Қораптағы масканы алып, терезеге қойып, ар жағында ер адам алып, оны палетке жинайды. Процесс дәл осылай жалғаса береді. Жалпы мен сізге Кореядағы жұмыс дегеннің бір минусын айтайын. Таң атқаннан кеш батқанға дейін ешкіммен көп сөйлеспейсің. Өз-өзіңмен бір жұмысты қайталап істей бергеннен көп ойланасың. Көп ойланғанда көбіне негативке кетіп қалады, сол жағынан сәл қиын болады. Менің ойымша бұл жағдай тек менің ғанамда басымда болмайды. Көп адамдарға таныс деп ойлаймын. Бізде жарты сағат үзіліс, 30 минут үзіліс кешкі тамаққа беріледі. Тамақ ішуге кетіп бара жатырмын. Алдарыңызда көріп тұрған тарелкені аламын, қасық және чукарак аламын. Ал мынау маринадталған шалқам. Мен редьканың қазақшасын білмедім.
Мына жерде креветки, кептірілген ұсақ креветки. Ал екінші, бұл жерде тағы да шалқам. Бұл қарапайым, ал ана шалқаны ашты болса, мына қарапайым кесілген шалқам. Ал бұл қамыр, балықтың қамырынан жасалынған тамақ. Негізі дәмді жеуге болады. Ал мынау шошқан етінен жасалған қуырдақ. Бұл қазанның ішінде күріш, қалағаныңызша жесеңіз болады күрішті. Ал екінші қазанымызда балдыр, теңіз балдырынан жасалынған сорпа. Мен бұндай сорпаны іше алмаймын, өкінішке орай. Көп тамақты біз талғап ішеміз. Ал мынау алдым тамақтар сіздерге көрсету үшін, бірақ сүйсініп жедім деп айта алмаймын. Жұмыс аяқталды, үйге қайтып бара жатырмыз. Сағат 9-дан 5 кетті. Бүгін зарплата алатын күн. Біз айына 2 рет аламыз. 16-сында және 1-інде аламыз. Ұзақ жұмыс күннен кейін шаршап үйге қайтып бара жатқан момент күшті ғой. Настроением күшті болып тұр. Уақыт өтпей кетті ғой, 9 болмай кетті. Менің бір күндік жалақым 80 мың вон, қазақ теңгесімен 27 мың теңге. Қосымша жұмыспен 113 мың вон, қазақ теңгесімен 38 мың теңге. Бүгін менімен бірге болғаныңыз үшін үлкен рахмет. Сіздерді жақсы көремін. Сараңе. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыз.